Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір қызықты сиқырлы сөз деген ойынды ортаға шығып ойнап ала қояйық. Келіңіздер. Дөңгеледік па? Болдық па? Сөйтіп па? Жақсы, өте жақсы. Тақырып өтіп жатсыздар. Қандай сөз сөйлегілеріңіз келеді, ал өздеріңіз білесіздер. Сөзімізді алдық па? Өте жақсы. Олай болатын болса, ішіміздегі ең батыл оқушы бастап өзінің сөзіне сөйлем ойлап тапсын. Кім бастайды? Және ұмытпау. Әр адам өз ана тілін ұмытпау керек. Өз туған жері қымбат. Жақсы. Қай жерге барсаң да өз ана тіліңді құрметте ұмытпа. Туған. Әр адам өз туған жерін бағалау керек. Дұрыс. Халық. Әр халық өз тілінде сөйлеу керек. Өзің туған жеріңді біл. Өз ана тілін ұмытпа. Халық өз тілін құрметте. Жақсы. Өз туған жерін қастерлеу. Дұрыс. Тілін сөйлеу. Ана тілі, туған жер. Не туралы сосын? Қандай сөздер шықты? Халық туралы, мұрат, үй туралы сөз болды. Яғни біздің бұдан шығатын қорытынды, бүгінгі біздің өткелі отырған тақырыбымыз қандай тақырып еді? Менің Дағыстаным. Яғни менің Дағыстанымның ішінде қай бөлімді оқып жатырмыз? Абар тілін ұмытуға тиісті емес. Орындарыңызға отырайық. Рахмет. Үйреткен тілді ұмыту мүмкін емес. Қазір сіздерге ой түрткі сұрақтарын қоямын. Қазіргі сабағымыздың ой түрткісіне келдік. Бұл ұяшыққа байланысты ойналатын ойынымыз. Енді бұнда балдар ережесінде нағыл деп жазылып тұр екен. Өз сөздерді қолдану керек. Сабағымызды 3 топқа бөлініп өтеміз. Екінші топ Жанел, үшінші топ Тамерлан. Жақсы. Олай болатын болса, осы 3 топ бірге бірігіп жұмыс жасаймыз. Дайынсыздар ма? Олай болатын болса, ой түрткі ретінде тек қана төл сөзбен жауап бересіз. Сұрақ сізге қойылады, сіз тек қана солмен жауап бересіз. Бірінші топ Жанелдің тобы. Бастай. Қай сұрақ ұяшықты таңдайсыз? Сендер абайша сөйлестіңдер ғой, кімнің сөзі? Деген қашан болды? Кездескенде. Дұрыс. Сен қашан менің ұлым өліп қалған. Кім айтты? Шешесі айтты. Кеш қой, енді де қалдыраған сенімді қайтаруға хақым бар ма? Менің кім? Қай топта бірінші қол көтереді, сол айтады. Расул. Кім? Расул Рамзан. Жақсы. Отырауымыз келесі. Ал дайын отырайық. Жанелдің тобы бірінші қол көтеріп үлгерді. Мұнда кім көтереді екен? Бұл абайлардың көне аңызы бойынша салынған сурет. Кім айтты? Суретші айтты. Дұрыс. Суретші айтты. Бағалай отырамыз. Топ басшылары өзіңіздің жазып және оны өзіңіз бағалап отырасыздар. Мен бағалаймын соңында. Сонымен екінші тапсырмаңыз. Төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып суретшіге мінездеме берейік. Сұрақ қандай екен? Неге? Неге деген сұрақ? Тұман бұл менмін дейді. Неге? Екінші, суретші ауылына қайтпайды. Неге? Еліме тек қалдыраған қу сиырымды қайтаруға хақым бар ма дейді.
неге? Түсінікті ма? Ал қазір осыны сәйкестендіру арқылы орындайтын боламыз. Бұл сұрақтарға жауап бере отырып, суретшіге мінездеме береміз. Мына жерде көтеріп, былай әкеліп қоямыз. Бірінші топтан бастайық. Жақсы, гүлсезімді жіберіп отыр. Бірінші топ, екінші топ кім жібересіздер? Дайындалыңыздар. Үшінші топ сіздерде. Бірінші оқы қайда? Ауылын сағынған өзінің көшесінен тең. Дұрыс оқушылар. Елгіні гүлсезімге қоямыз. Келесі екінші топтан кімге? Екінші топтан Азизхан шықты. Суретші ауылына қайтпады, себебі жалындаған жастық шағында елін тастап итальян қызына үйленіп сол елде қалып қойды. Біле аласың. Осы жерде суретшінің қандай мінездеме берер едіңіз? Суретші қандай адам? Ал ойланып алайық. Еліне адал. Өте жақсы. Еліне сағынышы. Еліне сағынышы деп кейіпкерді суреттей алмаймыз ғой? Қалай суреттейміз? Қандай қасиеті бар бойында дейміз? Адам. Жақсы тағы. Қандай адам? Өзінің еліне пайдасын тигізе алмайтынын айтады. Яғни қандай адам деп айтуымызға болады? Ойлап тұр. Ойлы адам екен, да? Шығармадан үзінді беремін. Сол мезгілде, шығарманы айтқан мезгілде, кім, қандай кейіпкер шығармадағы және кейіпкерге сипаттама және сіздің топтың түйгенін жазасыздар. Екінші топқа бірге жұмыс жасайық. Сен қайтесің, Расул. Мені бұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиісті емес. Кейіпкерге сипаттама. Шешесі өз баласының авар тілін ұмытқанына ренжіді. Себебі ол өз ана тілін ұмытуға тиісті емес. Менің түйгенім, өз ана тілімізді ешқашан ұмытпауымыз керек. Әрқашан тілімізді қастерлеуіміз қажет. Сізге туған жерінің жаңғыртылған жүрегімді алып кетіледі. Өзі жүрегімді қалдыраған өз жерімді қайтаруға қақым бар ма еді? Кейіпкерге сипаттама. Ойшыл. Өзі итальянкаға үйленбей жанып тұрған кезінде еліне көмкері болар еді. Суретші соны ойлап өтінеді. Дұрыс. Мен түйгенім, қасыңыз болған жердің бағына қалып шешілуі керек. Қызмет етуі қажет, дұрыс айтасыздар. Әр адам өз еліне қызмет етуі қажет. Рахмет. Тыңдадық па? Дұрыс па? Өте жақсы. Өзімді шешесі, сендер ағаша сөйлескіңдер ғой, деп сұрады мені. Кейіпкерге сипаттама. Баласының өз елінің патриоты. Осының өз елінде шешесі үйреткен ана тілін жүрегінде ұмытпауын қалады. Анасының кейпі туралы әңгімеледік па? Әңгімеледік. Суретші туралы әңгімеледік па? Тапсырма орындадық па? Енді осы шығармада кім қалды әңгімеленбей? Авторы кім еді? Расул еді. Олай болатын болса, біздер қазір Расул қандай сұрақ қояды екен, соны тыңдаймыз. Қандай қасиеттерді байқадыңыз? Автор бейнесін анықтау. Қандай қасиеті бар? Шығармадан байқап отырғанымыз. Еліне сүйіспеншілігі, еліне адал, сосын ана тілін құрметтейді, дұрыс, тағы дейді, ұрпақ сабақтастығын, жаңа отбасының құндылығын сақтайды, бәрі отбасы туралы айтқан мезгілде тілді не деп қабылдайды? Мұра деп қабылдайды, да? Тілді мұра деп қабылдайды. Және ол мұраны не істеп отыру керек дейді? Сақтап отыру керек дейді. Ал бұлай болатын болса жұмысқа кірісейік. Сонымен
айтады, қай топтың жұмысқа дайын? Қадірлердің тобы дайын екен. еліне адал, ана тілін қастерлейді, туған жерін қастерлейді. Автор бейнесі адал себебі еліне, адал шыншыл себебі ол суретшінің анасына шындықты айтты. Тұрғадан қасиетті ендеше өшпеншілігі ана тілін құрметтейді. Авторға бейнесі себебі ол суретші анасын шындықтайды. Шешесіне шындықтайды. Қасиеттері шыншыл, өз ана тілін құрметтей біледі, өз туған жерін қастерлейді. Автор бейнесі суретшінің анасына шындықты айтады. Әр ұлт өз тілінде сөйлейді. Адал шығармасында әр адамға елінің қымбат екенін баяндайды. Халықтың даналығын сақтайды. Халықтың даналығымен баяндайды. Қорытындылайық. Сабағымызды қорытындылауға мен әкеліптермін. Не дейміз? Қазақшасын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге мына зырылдауық әдісімен қорытындылар алып тұрмыз. Қазір әр топтың топ басшысы шығып, осы зырылдауықты айналдырады. Қай сұрақ шығады, топпен ойланып, сол сұраққа не істейміз? Жауап береміз. Топтың ішіндегі оқушылар бір-бір сөзден болса да айтып, өзінің пікірін білдіруге болады. Сонымен, кім бастайды? Неге аңыздар не туралы? Олардың повесть оқиғасына әсері қандай? Жақсы. Ал топтан айтам деушілер болса, рұқсат кім айтады? Біздің екі аңыз болды. Бірінші аңызда Алланың елшісі әр қалаған түрлі тілдерден беретін болды. Сол уақытта Дағыстанда қатты жел соғып, оларға Алланың елшісі бір уыс тілдерді шашып жібереді. Сондықтан Дағыстанда түрлі адамдардың барлығы түрлі тілдерді сөйлейді. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс. Ал екінші аңызда ол құс туралы. Бір адам құсты торға қамап қояды. Содан соң ол елім деп айта бергесін, оның елі мүмкін жұмақ сияқты ел шығар деп, кәне сен маған сол елді көрсетші деп оны босатып жібереді. Ол 10 қадам жүрген соң бір тасты жарып, бір көлге қонады. Яғни бұл жерде әр адамға өзінің тілі қымбаттауын көрсетті. Өзінің туған жері, туған жері. Себебі оның туған жері неде еді? Топтан айтасыздар бар, елдің ортасында еді. Тікен шөптің ортасында еді. Қанағаттанамыз ба, жақсы ма? Анасы неге ұлы баяғыдан қалғанға тиеді? Өз ұлының өзі үйреткен, өзінің шешесі үйреткен абар тілін жүрегімен ұмытпағанын қалады. Бірақ ол банағы Парижде итальянка қызға үйленіп, өзінің анасы үйреткен абар тілін ұмытып, сол банағы Парижде французша тілді сөйлейді. Сондықтан да оны өліп қалғанға санайды. Сондықтан да оны анасы өлдіге санады. Келісеміз бе? Келісеміз. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Кері. Біз өз анамыздың сүтімен бойымызға сіңген тілімізді қаншалықты терең білеміз. Бойымызға сіңген тілімізді кішкентай кезімізден білеміз. Себебі анамыз бізді кішкентай кезімізде өз тілімізбен сөйлеп ұйықтатады. Және де жаңа айтады, өз тілімізде айтамыз. Өз тілімізде айтамыз. Тағы топтан оқытушы бар ма? Анамыздың сүтімен дарыған. Және де біз әндерді, сөздерді, сөйлемдерді өзіміздің
туған тілімізде, ана тілімізде сөйлеуіміз керек. Жақсы, келісеміз ба? Келісеміз. Яғни дәлелгеде не көрсетеміз? Керемет деген белгі көрсетеміз. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындыладық. Енді кері байланыс кезінде алдарыңызда тұрған бетпердеге өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді салып, тақтаға үлгілеріңізді сұраймын. Жай ғана өз тапсырмасын белгілеп ала қойыңыздар. 5-ші тапсырма. Сұрақтарыңыз бар ма оқушылар? Олай болатын болса, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.